Саламатсыздар ма тағы да құрметті оқушылар. Біз сіздермен тағы да ұлттық бірыңғай тестке келетін Қазақстан тарихынан сұрақтарды талдаймыз. Бұл нұсқада бір 2-3 жыл бұрынғы сіздердің аға әпшелеріңіз бітірушіліктер тапсырған, бірақ ішіндегі сұрақтар да өте әлі күнге дейін маңызды сұрақтар. Сонымен бастайық. Қазақстанда ежелгі адамдардың құралдары алғаш табылды. Ол Жамбыл облысы. Жауап. Негізі Жамбыл облысы мен оңтүстік Қазақстан облысы алғашқы адамдар Қаратау жоталарында тұрған. Парсылардың Кир, Дарий патшалары шабуыл жасаған тайпа. Ол сақтар. Бізге Парсының Кир, Дарий патшалары БЗБ 6 ғасырда келген. Кир 530 жылы, Дарий 519-518 жылдары келген. Үйсін мәдениетінің ескерткіштері көп шоғырланған өңір ол Жетісу. 15 ғасырдың екінші жартысында көптеген саяси процестер негізінде Қазақстан жерінде саяси жағынан нығая түскен мемлекет әрине ол Қазақ хандығы 1465-66 жылдары болды. 19 ғасырдың ортасында Жанқожа батыр көтерілісі болған аймақ сыр бойы 1856-1857 жылдар болды. Жанқожа батырдың көтерілісі. Қазақстан студенттері шетелде оқуға мүмкіндік алған бағдарлама ол әрине болашақ. Келесі сұрақтар. Қарахан мемлекетінің билеушілерінің қатарына жатпайтын хан ол Найман ханы Күшлік. Сауда жолына байланысты Иран Византияға елшілер жіберген, келіссөз жүргізген түрік қағаны Иштеми. Бұмын қаған ол негізін қалаған осы мемлекеттің. Оған жұрттар Елхан деген атақ берген. Түрік қағанаты құрылды 552 жылы. Алтын Ордада тұратын моңғолдардың көбі 14 ғасырға қарай толық түркіленіп мұсылманға мемлекетке айналды. Қазақтың хандары Керей мен Жәнібек, жалпы қазақ хандары ақсүйектер, олардың бәрі Шыңғыс ханның ұрпақтары. Қазақ сөзі этникалық мағынаға ие бола бастаған уақыт 14. Қазақ сөзі этникалық мағынаға ие болды 15 ғасыр. Тәуекел ханның інісі дейді. 1598 жыл хан болған. Ол есім. Кейде сұрақ келеді, Тәуекел хан мен Есім хан ұқсастықтары. Екеуінің де әкесі Шығай хан. Өскемен қаласы салынды 1720. 1786 жылы Игельстромның жобасымен құрылған кіші жүздің әкімшілік билігі. Ол шекаралық сот. Игельстром реформасы кейде ұбт-да сәтсіз реформа деп келіп жатады. Ертістің оң жағалауында Семей ішкі округі қай жылы құрылды? 1854. Кенесары хан Кекілік сеңгірде шайқас өткізген жыл 1847. Кенесары ханның көтерілісі 1837-1847 жылдары болған. Ал Кенесары өмір сүрді 1802-1847 жылдары. 19 ғасырда орыс географиялық қоғамының бөлімшелері ашылған қалалар Орынбор, Омбы, Семей. 1932 жылы аштық, оның ауыр зардаптары туралы қазақ зиялылары жолдаған хат, Бесеудің хаты. Ол Голощекинге жазылды. Ал Сталинге хат жазған Тұрар Рысқұлов. 1933-те. Сонымен 1932 жылғы хат Бесеудің хаты, ал 33 жылғы хат Сталинге хат Тұрар Рысқұлов. 1947 жылы өзінің алғашқы өнімін берген өнеркәсіп Өскемен қорғасын мырыш комбинаты. Келесі. 1978 жыл халық толқу өткен қала Целиноград. 1979 жылғы Целиноград көтерілісі неміс автономиясына қарсы. 18 ғасырдағы Қазақстанға келген шетел саяхатшылары Фальк, Георгий Палас. 1886 жылғы ереже бойынша ірі қалаларда құрылды полиция басқармалары, ал уез орталықтары десе полиция приставтары. 1905-1907 жылғы бірінші орыс революциясы болған облыстар Орал, Торғай, Семей. 1916 жылы Жайымтал болысының көтерілісшілері соғысқан отряд бізде Базилевич. 1916 жылы көтерілістің ірі орталықтары Жетісу, Торғай.
Әскери коммунизм деп аталатын экономикалық және саяси жүйе қалыптасқан мерзім ол азамат соғысы жылдары. Азамат соғысы бізде 1918-1920 жылдары болды. Ленинград қаласын қорғауда қатысқан Балтық флотының қызыл тулы Киров крейсеріндегі қазақстандық жауынгерлер саны 156. Ал қайталайық басынан. Қазақстанда ежелгі адамдар тұрған облыстар Жамбыл облысы және оңтүстік Қазақстан облысы. Парсылардың Кир, Дари патшалары шабуыл жасаған тайпа сақтар. Үйсіндер тұрған жер Жетісу. 15 ғасырдың екінші жартысында құрылған мемлекет Қазақ хандығы. Жанғожа батырдың көтерілісі болған аймақ Сыр бойы. Қазақстан студенттері шетелде оқитын бағдарлама Болашақ. Қарахан ханы емес Күшлік. Иран Византиямен байланыс орнатқан түрік қағаны Иштемей. Алтын ордада тұратын моңғолдардың көбі 14 ғасырға қарай түркіленіп мұсылманға айналды. Қазақ сөзі этникалық мағынаға ие бола бастады. 14 ие болды 15. Тәуекелдің інісі есім. Өскемен қаласы салынып 1720. Игельстром десе шекаралық сот. Семей ішкі округі құрылып 1854. 1854 жыл сондай-ақ Верный бекінісі салынды. Кенесары хан Кекілік сеңгірде шайқас өткізді 1847 жылы. Орыс географиялық қоғамның бөлімдері мен бөлімшелері ашылды. Орынбор, Омбы, Семей. 1932 жылы жолданған хат Бесеудің хаты Голощекинге, ал 1933 жылы Сталинге хат. 1947 жылы өзінің алғашқы өнімін берген кәсіпорын Өскемен қорғас мырыш комбинаты. 1979 жылы халық толқу өткен қала Целиноград неміс автономиясына қарсы. Негіз неміс автономиясының орталығы Ерейментау қаласы болу керек болып жоспарланған. Шетелден келген саяхатшылар Фальк, Георгий Палас. 1886 жылғы ереже бойынша ірі қалаларда құрылды полиция басқармалары. 1905-7 жылғы революция болған облыстар Орал, Торғай, Семей. 1916 жылғы Жайымтал болысының көтерілісшілері соғысқан отряд Базилевич. Әскери коммунизм, азамат соғысы жылдар және Киров крейсеріндегі қазақстандық жауынгерлер саны 156. Барлықтарыңызға рахмет.